Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті тыңдармандарым. Бүгін біз әбден толысып, тамыры тереңдеп, шашақталып жайылған авокадоны құмыраға, не болмаса ыдысқа егеміз. Соны сіздермен бүгін бөлісейін деп отырмын. Мынау нені алып қарайтын болсақ, авокадоның дәні бұл осыдан бір ай бұрын осы ыдыстағы қардың суына салынған болатын. Мінекей, ол бүгінде мынадай тамыр жайды. Міне қарайтын болсаңыздар, қазір алып көрсетейін. Мынау авокадо, мінекей, тамыры өте керемет. Мынандай не қылды, жайылды, мынадай болып. Алдында ең бірінші мына қалың тамыры шыққан болатын 2 аптадан кейін. Одан кейін соңғы 2 аптада бұл мынадай болып, осы негізгі тамырдан шашақталып, үлкен тамырын жайды. Енді бұл авокадоның жаңағы осы тамырдың жоғары жағына анықтап, қуысынан, жарылған қуысынан қарайтын болсаңыздар, ар жағынан не көрініп тұр, анықтап жасыл сабағы шығып келеді. Енді бұл дайын болған авокадоны біз топыраққа отырғызған кезде мұның жаңағы сабағы жылдам көтеріледі. Оны да сіздерге бөлек видео қылып жасаймын. Ал енді мына қызыл құмыраға, тым үлкен де емес, тым кішкентай да емес, осы құмыраға қазір мынау экзотикалық нелерді, өсімдіктерді отырғызуға арналған арнайы міне гүл өсіретін топырақ. Осы топырақты мен мына құмыраға саламын. Түбінде 5-6 дренажы бар. Дренажы бар әрине. Мінекей, осы топырақты қазір ортасын кішкене үңгейміз кішкене былайынан. Енді мынау авокадоның тамырын зақымдап алмай, мынау әдемі тамырларын зақымдап алмай, осы шұңқырдың ішіне былай орналастырамыз. Тамырларын орналастырып, былай тамырын толығымен жабамыз, ал авокадоның өзін былай бетіне ортасынан жоғары қарай осы топырақтың бетінде қалдырамыз. Енді бізге мынау нелер, піспек шилар бізге қажет емес, сондықтан бұларды алып тастаймыз. Мінекей, алып тастадық бұларды. Енді авокадоны ектік. Ешқандай да қиындығы жоқ. Мінекей, авокадо егілді. Бұған астап-астап, көп жылқытпай, астап-астап су құйып тұрамыз. 3-4 күнде рет, не болмаса 2 күнде жаңағындай себелеп суды құйып тұрамыз. Ал енді мен сіздерге мынау 1 апта бұрынғы салынған авокадоның дәні, бұл әлі тамырлаған жоқ, бірақ уже асты кішкене томпайып, тамыр шығатын белгілер шығып келе жатыр. Бұларға суды, қардың суын үйге әкеп, бөлме температурасында, қарды әкеліп, бөлме температурасында өзі ериді, сосын осындай қардың суына құйып қоямыз. Қазір мына авокадоға астап-астап су құйып қояйық. Бұл да қардың ерітілген, тұндырылған суы. Енді сіздерге бұл авокадоның тамыры қалай шыққандығын қазір тағы да көрсетіп жіберейін. Мынадай авокадоның сыртын қолданғаннан кейін дәнін былай қабығын аршимыз. Қабығын аршыдық та, ол тез алынады қабығы. Алынбай құрғақ болған жағы ештеңе етпейді. Одан кейін бүйтіп авокадоны түбі болады, мынадай тамыр шығатын жері. Сол тамыр шығатын жерін керісінше жоғары қарай біз мынадай нелерді тығамыз. Осылай тығамыз. Бұл 4 бұрышты тығудың, 3 таяқшаны тығудың жаңағы себебі бұл суға толығымен батып кетпес үшін. Бұны стакандағы қардың таза тұндырылған суына салып қоямыз. Бұның полный батпау керек, орта белінен, не болмаса түбі батып тұрса болды. 2 аптадан кейін, не болмаса кейбір жағдайларда жаңағы 3-4 аптаға дейін бе осылай өзі тамыр шығуға дайындалып, солай
тұрады. Кейбір суы жақсы, жарығы жақсы түсіп, жағдайы жақсы болатын болса, бұл жаңағы авокадоға тамыр екі апта мен бір айдың арасында шығады. Енді міне авокадоны да егіп қойдық. Оны терезенің алдына, жарық жерге, жылы бөлмеге, жарық түсетін жерге қойып қоямыз. Сабағы қанша күнде шығатынын біз бақылап, тағы да сабағы шыққан кезде сіздерге жаңа видео жасап көрсетемін. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Жаңалықтарды біліп тұру үшін менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.